Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы. Қазақ тіл кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Тақырып киім түрлері және талғам деп аталады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Яғни мәтінді тыңдап, ондағы сұрақтарға жауап беріп, мазмұнын түсініп, ақпараттарды анықтаймыз. Екінші оқу мақсаты мәтіндегі орфографиялық қателерді түзету және редакциялау. Бұл оқу мақсатының негізгі мәнін түсіну үшін мынадай термин сөздерге назар аударайық. Орфографиялық қате. Балалар, орфография деген сөздің өзі дұрыс жазу өнері дегенді білдіреді. Яғни сауатты жазу. Ал орфографиялық қате осы дұрыс жазу ережелерінің сақталмауы. Бұл қандай ережелер дейтін болсақ, мысалы, әріптерді дұрыс таңбалау жазған кезде, біріккен сөздерді бірге, қос сөздерді дефиспен жазу, мәтінде тыныс белгілерін дұрыстап қою, жалқы есімдерді бас әріппен таңбалау және тағы басқалары. Яғни осы ережелердің сақталмауы, қате жазылуы орфографиялық қате болып есептеледі екен. Ал редакциялау дегеніміз балалар, түзету, енгізу, өңдеу, орнын ауыстыру, мазмұнын түзету деген мағынаны білдіреді. Яғни, бұл оқу мақсатының екінші оқу мақсаты мәтіндегі қандай да бір орфографиялық қателерді тауып, соған түзету енгізуіміз керек екен. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз киім кию және талғам. Киім кию мен талғам бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі адамдар өзінің талғамына қарай түрлі-түрліше киінеді. Тіпті адамдар жас ерекшеліктеріне қарай, жастар, орта жастағы адамдар, егде тартқан адамдар өзінің жас ерекшелігіне деңгейіне қарай әртүрлі киім кию үлгілері болады екен. Бұл жайында толық ақпарат білу үшін біз мәтінге назар аударайық. Мұқият тыңдаймыз. Киім түрлері және талғам. Бірінші тапсырма. Киім тігуде адамның жас ерекшелігі ескерілген. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге қонымды, кең, мол пішілген, әшекейі аз, қарапайым болады. Бозбалалар мен қыздардың киімдері сымбаттарына лайық сәнді тігілген. Күйеу киімі ұзын төбе тымақ, қызыл манат шапан, биік өкше етік. Сал сері киімінің де өзіндік ерекшелігі болады. Қазақ әйелдері киімді тігіп қана қоймай, оған лайық сәндерін де өздері жасаған. Кесте тігу, жиек жүргізу, оюлау, зерлеу сияқты нәзік жұмыстарды әйелдер атқарған. Мысалы, қыздардың тақиясын қызыл, күлгін, жасыл, тағы басқа бір түсті шұға, барқыт, мауыты сияқты маталардан қабаттап сырып тіккен. Тақия төбесі жібек, алтын, күміс, зер жіптермен кестеленіп, моншақ, асыл тастармен безендірілген. Үкінің үлпілдек қауырсының әсемдік үшін және тұмар ретінде тақияның төбесіне қадаған. Тыңдап болсақ балалар, мына тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, мына тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырманың А бөлігі. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Киім тігуде қолданылатын қолөнер түрлерін жазыңдар. Екінші, қыздардың тақиясы қандай маталардан тігіліп, қалай безендірілген? Бірінші тапсырманың Ә бөлігі. Тыңдалым мәтініндегі ең негізгі, басты бір ақпаратты жазыңыз. Балалар, бұл тапсырманың дескрипторы. Бірінші, сұрақтарға жауап береді. Екінші, сөздерді жүйелі байланыстырып жазады. Үшінші, мәтіннен ең негізгі бір ақпаратты анықтайды. Балалар, А бөлігіндегі тапсырмаға 3 балл, Ә бөлігіндегі тапсырмаға 1 балл беріледі. Яғни барлығы 4 баллды құрайды.
Бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдердегі орфографиялық қателерді түзетіп, дұрыс жазыңыздар. Сәулет алғанмен киінгенді ұнатады. Ол әр жыл мезгіліне орай ерекше үйлесіммен денесіне қонымды киімдер киеді. Ал Марат көбіне жылдың қай мезгілі болса да спорттық киімдерді кигенді жаны қалайды. Бұл тапсырманың дескрипторы сөйлемдердегі орфографиялық қателерді, мысалы, тыныс белгі, әріп қате, жалқы жалпы есімдердің жазылуы сияқты қателерді табады. Екінші, барлығы 9 қате бар. Осы 9 қатенің барлығын табады. Үшінші, сөйлемдерді қайтадан түзетіп жазады. Мінекей балалар, бұл мәтіннің ішінде тыныс белгі қатесі де бар. Әсіресе сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгі. Әріп қате, жалқы жалпы есімдердің дұрыс жазылуы. Оған қоса балалар, дыбыс үндестігі, яғни орфоэпия заңы бойынша дыбыс үндестігіне қатысты әріптер бір-біріне әсер етіп өзгеріп айтылып тұрған, яғни сөздердің қалай айтылуы бойынша жазылып тұрған сөздерді тауып, түзетіп, дәптерге дұрыс нұсқасын жазасыздар. Ендеше балалар, тапсырмалардың барлығын орындап болсаңыздар, сабағымызға рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақта жаңадан не үйрендіңіз? Сіздің есіңізде ерекше не қалды? Қай ақпарат есіңізде ерекше қалды? Бұл сабаққа қорытындыны мұғалімге ауызша түрде жолдаңыздар. Балалар, тапсырманы орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.